Dostlar, бүгін біз міне 9-10 сабақтағы нәтиже сабақта көрсететін боламын. Бірінші тапсырма. Жол ережесін білудің маңызы тақырыбында шағын ой толғау жаз. Өз сөзіңде одағай, қыстырма, қаратпа сөздерді орынды кірістіріп отыр дейді. Енді біз бұда одағай, қыстырма, қаратпа сөздерді қолданамыз. Мінекей бірінші тапсырмада жол ережесінің білу маңызы. Міне осылай. Төртінші тапсырмада суретке қарап диалог әңгіме құрап жаз. Талаптар: кейіпкерлердің барлығы да диалогқа қатысын. Диалогке 14-15 үн қатым керек. Қызықты әрі танымдық мәні болсын. Міне, біз бұда жануарларды диалог құрап сөйлетеміз. Мінекей. Төртінші тапсырманың екінші жауабы: Алдаркөсе мен Қожанасыр туралы не білесің? Ол туралы қандай шығармаларды оқыдың? Міне, төртінші тапсырмада Алдаркөсе мен Қожанасыр туралы не білесің? Осы сұрақты көшірдім де. Алдаркөсе мен Алдаркөсе өзінің асқан айлакерлігі арқылы мұратына жетіп отырады. Оның мақсаты сараңбайды, пайда күнем, сауда ерді, боз бір қанды, тағы басқа ажуа жету. Қожанасыр күлкілі қалжыңға толы әңгімесінен танылған. Қожанасыр да Алдаркөсе сияқты түркі халықтарының ортақ бейнесі. Олар жайлы 3 сом, Алдаркөсе мен Қожанасыр хикаялары, тағы басқа шығармаларды білемін деп жаздым. Достар, енді 5-ші тапсырмада айтады: тыңдалмаған мәтін бойынша төменде берілген сөздердің қайсысының антонимін, синонимін, амонимін таба аласың. Кестені толтыр дейді. Міне, достар, 5-ші тапсырма. Бізде сөздер амоним дейді. Бізде ат, мінекей. Ат, оның амонимі адамның есімі, синонимі жылқы, антоним атпа, сөздердегі іш, амоним тамақты ішу, азықтан синонимі, антонимі сырты. Шешен, ол сөзге шешен жан, амонимі, синоним дана, антоним бос сөйлейтін адам. Үй, амоним сен қоқыстарды бір жерге үй. Синоним баспана, антоним үйме. Сау болыңыздар.